Сәлем достар, бүгін сіздермен Инстаграмда номерсіз, почтасыз қалай Инстаграм парақшаңызға кіруге болады. Сол туралы бүгінгі видеода сіздермен тез бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көруді кеңес беремін, себебі бұл видео сіздерге пайдалы болары сөзсіз. Және де осындай керемет видеоларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал енді бастайық. Ең алдымен біз өзіміздің парақшамыздың логинін жазамыз. Яғни сіз қандай атпен кіресіз, дәл соны осы жерге жазасыз. Дәл осылай жазамыз өзіміздің логинімізді. Және де логинімізді жазғаннан кейін біз мен парольді білмеймін. Және де осы жерде біз мына жерде получить, помочь дегенді басамыз. Және де осылай шығады. И астында көріп тұрғандарыңыздай не можете сбросить пароль дегенді басамыз. Осылай басамыз, және де одан кейін бізде мысалы менің осы аккаунтым осы 3520 деген менің номерімнің соңы осылай. Қазір бұл номер менде бар. И осы мынау менің электронный адресіме тіркелген екен. Және де далее деген батырманы баспаймыз. Осы жерде астында попробовать другой способ дегенді басамыз. Және де осы жерде почему вы не можете войти в аккаунт Instagram? Я не помню свое пароля и не могу сбросить его дегенді біріншісін басамыз. Далее батырмасын басамыз. Және де одан кейін осы жері өте маңызды достар. Себебі бұл жерде егер сіздің аккаунтыңызда өзіңіз түскен, яғни посттарда өзі түскен фотоңыз болса, ол өте керемет. Себебі сол арқылы сіздің түріңізді көру арқылы Instagram осылай сізге өз парақшаңызға кіруге разрешение береді. Мына жерде егер сізде фото бар болса, я сниму видео селфи, чтобы подтвердить свой аккаунт. Яғни сіз түріңізді көрсетесіз, мысалы Каспиде де солай, мысалы өзіңіздің түріңізді көрсету арқылы растайсыз. Және де енді егер сізде ешқандай фото жоқ болса, жоқ деп басасыздар. Мына жерде менің парақшамда ешқандай фото жоқ негізі. Мен нет в аккаунте, нет фото со мной. Егер сіздерде фото бар болса, осылай жасайсыздар. Және де одан кейін сіздерде кәдімгідей өздеріңіздің түрлеріңізді түсіреді. Және де одан кейін оңға солға қарайсыздар. Сол арқылы сіз Инстаграмға, өзіңіздің Инстаграмыңызға рұқсат аласыз. Егер жоқ болса, жоқ дегенді басып көрсетейін. Мен алдында осы туралы егер я болса, соны да түсірген болатынмын. Сол видеоны менің каналыма кіріп, міндетті түрде көріңіздер. Енді нет деп көрейін. Далее батырмасын басамыз. Және де осы жерде мысалы попробовать другой способ дегенді басайық. Және де осы жерде енді басқа вариант жоқ. Егер сіздің телефоныңыз болу керек, немесе сіздің электронный адресіңізден басқа ешқандай вариант жоқ. Егер сізде фото болса, әрине ол өте пайдалы болайын деп тұр. Себебі осылай кіресіз, және де да у меня есть дегенді басасыздар. Осы жерде басасыздар и далее басасыздар. Қазір басқаша шығады. Және де осы жерге бір жұмыс жасап тұрған электронный адресті жазасыздар. Мысалы қазір мен жазып көрсетейін сіздерге. Электронный адресті, мысалы менің электронный адресті көру үшін біз мына жердегі Gmail'ға кіреміз. Және де одан кейін менің нақты логинім қандай, соны біліп алуымыз керек. Мысалы мына жерде мен өз логинімді қазір мына жерге жазатын боламын. Қазір. Вот мен өз электронный адресімді жазып болдым, және де одан кейін мен отправить дегенді басамын. Сіздерде дәл осылай, егер сіздерде фото бар болса, өздеріңіздің аккаунттарыңыз жазасыздар. И осы аккаунтымызға пароль келеді. Оны көру үшін әрине біз мына жаққа кіреміз. Қазір бізге пароль келуі керек. И вот 2031-де маған пароль келді. 835167. 835167. Дәл осылай сіздерде жасайсыздар, егер сіздерде әрине фото бар болса. Менде фото жоқ. Және де осы жерде дәл осылай
сіздердің беттеріңізді қаратады, яғни сізде фото бар болса оңға соңға деп дәл осылай жасайсыздар и разрешение беріп тұрады. Содан кейін өз парақшаларыңызға кіруге мүмкіндігіңіз туады. Егер бұл лайфхагым сіздерге пайдалы болған болса, видеоға комментарийға жаза кетіңіздер, себебі бұл мен үшін үлкен мотивация болып саналады. Сол себепті сіздерде де осы әдісті қолданып көріңіздер, пайдасы тиюі әбден мүмкін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, және де егер жұмыс жасаған болса, өз алғыстарыңызды немесе не түсінбегендеріңізді барлығын осы каналға жаза кетсеңіздер, мен міндетті түрде сіздерге жауап беретін боламын. Келесі видеода кездескенше.